Бүгін сағат 11:25-те 101 қызметіне Темірлан тасжол Автонұр базарында өрт туралы хабарлама келіп түсті. Өрт орнына күштер мен құралдар жоғартылған шақырту бойынша жөнелтілді. Өрт орнына келу барысында Автонұр базарының қасында орналасқан жеке кәсіпкер Абдилевке қарасты асхана және сауда қатарларында өрт болғаны анықталды. Өртті ауыздықта сөндіру үшін өрт орнында жедел штаб құрылды, 3 жауынгерлік участке құрылды. Үздіксіз су беру қамтамасыз етілді. Қабылданған шаралар нәтижесінде өрттің көршілес тұрған Автонұр базары таралуына жол кесілді және іргелес көршілес тұрған кәсіпкерлердің мүлкін қорғауға мүмкіндік берді. Қабылданған шаралар нәтижесінде өрт сағат 12:30-да оқшауланып, 13 сағат 11 минутта толық жойылды. Өрт орнында 26 бірлік техника, 76 жеке құрам жұмыс жасады. Сонымен қатар полиция департаменті, жедел жәрдем қызметі, энергетика қызметі және жергілікті атқарушы органдары. Өрттің шығу себебі мен салдары анықталуда. Алдын ала болжам бойынша өрттің шығу себебі адамдардың отпен абайсыз болуы және электр сымдардың қысқа тұйықталуы. Өрттің нақты себебін анықтау үшін өрт орнында өрт зертханасы және анықтаушы тобы жұмыс жасауда. Өрт фактісі бойынша тергеп-тексеру амалдары аяқталғаннан кейін заңмен қарастырылған процессуалдық шешім қабылданатын болады.